Қайырлы күн, қадірлі оқырман. Назарларыңызда оқырман кітап туралы жобасының екінші шығарылымы. Бүгінгі біздің шығарылымымыз қазақтың талантты, таңғажайып туындыгері, классик жазушысы Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесі хақында болмақ. Жалпы бұл повест адамзат тарихында ең азалы жылдардың жалына шарпылған қазақ ауылдары және сондағы қазақ ұлтының және соның ішінде балаларының тағдыры, сол дәуірдегі өмірі барлығы шынайы дәлдікпен суреттелген туынды болатын. Бұл «Жабайы алма» повесін бүгін талдап оқырманға нәрін, сөлін жеткізуге тырысамыз. Бүгінгі осы кітапты талдауға бізде белсенді оқырманымыз, өңірімізге белгілі қаламгер Бейсеғалиев Құрман Жанұзақұлы ортамызға келіп отыр. Рахмет аға, шақыртуымызды қабыл алып, уақытыңызды бөліп келгендігіңізге, жалпы кітап насихаттауға деген көмегіңізге бұл ерекше алғысымызды білдіреміз. Қош келдіңіз тағы да. Рахмат. Енді аға, жаңа айтып отырмыз ғой, біздің бүгінгі кітабымыздың талдайтын тақырыбы, кітабымыздың бұл «Жабайы алма» повесі, Сайын Мұратбековтың ғажайып туындысы, қаншама буын осы кітаппен өсті, оқып. Енді осы «Жабайы алма» повесінің жазылу идеясы туралы ойыңызды айтсаңыз, жалпы Сайын Мұратбековтың шығармашылығымен қашаннан таныссыз, осы шығарманың ішіндегі жазылу идеясы оқырманға берер туралы осы хақында айтып кетсеңіз. Ой, бәрекелді, айналайын. Тілектеріңізді қош алдым. Мынау рухани ілім-білімнің қайнар көзі кітап десек, сол кітапты кеміріп, ақтарып жүріскен аға буын өкілдеріміз. Енді жаңағы сіз айтқан Сайынның шығармалары, бұл біздер бала кезімізде көбірек оқыдық. Өйткені дәл бана өзіңіз керемет суреттеп кеттіңіз. Бұл жаңағы ауыл өмірі. Ауыл балаларының жаңағы мінез құлқы, олардың тағдыры, сондықтан осы жаңағы негізгі бала тақырыбы болғаннан кейін біз сол кездерде сүйсіне оқыдық. Енді негізгі идеясы, оны өзіңіз айтып өттіңіз, сонда маған ештеңе қалған жоқ, қалдыр. Но бірақ детіргенмен, мынау жаңағы айттыңыз, соғыс жылдарында жазылған, солай ғой. Соғыс жылдарында жазылған ауылдың өмірі, балалардың ауыр тыныс тіршілігі, сосын жаңағы сол балалық шақтың аңғалдығы, оның шынайылығы, тіпті кейбір үлкендерден көрген зұлымдықтардың бәрі осы неде суреттеледі. Бұны осы автор 1972 жылы жазған екен. Және осы шығармасы үшін мемлекеттік сыйлықтың иегері атанған. Яғни енді бұны онан сайын ары қарай кеңірек ашып қарайтын болсақ, сол жаңағы адамзаттың табиғатпенен байланысы, яғни сосын жаңағы зұлымдық бар бұл жерде. Бір-бірінен көрілген зәбір. Міне осы неде «Жабайы алмада» жақсы бейімделеді. Жаңағы өзің айтып өткендей, жаңағы өте сол кездің тұрмысын өте әдемі билеген. Сондықтан оқыған адам ләззат алады. Ең басты тілі қарапайым ғой. Ананы оқып отырып, еріп кете бересің. Яғни бұл жаңағы оның үстіне ауылда өскен, біз бала болған уақыттағы күндеріміз бәрі еске ностальгия болды дейсіз ғой. Аға, енді жаңа шығарманы сізге әсер еткен эмоциялық жағдайы, жалпы рухани ықпалы қандай болды? Шығарма жазылуы бар да, оны оқырманның жүрегіне жетуі бар ғой. Сіздің жүрегіңізге жетті ме? Осы турада миссиясын айтыңызшы. Ай шіркін-ай, жеткенде қандай? Жеткенде қандай? Осы кітапты оқып, эмоцияға кеткен жерлерім бар. Яғни жақсылықтар болған жерде рақаттанасың. Шіркін-ай дейсің. Яғни сол жаңағы ол эмоциялар, мынау балалық шақты өзің жақсы білесің ғой. Сол баланың жіберген қателігіне күлуге болады. Оның бір теріс әрекетіне
жылауға болады. Тіпті жаңағы біреуден жаңа айтып отырдық біз зәбір зұлымдық деп, соны көргенде жаңағы жеркену болады. Мысалсын алып қараңызшы, сіз өзіңіз темекі тартасыз ба? Жоқ. Онда білмейсіз. Осы шығармада Әжібек дейтін бір кейіпкер бар, жағымыз. Сол Әжібек ана қайраттарға жаңа отта петкелерге темекі тартуды үйретеді, ол көрдің ба? Үйдің ішіне тығылып. Үйдің ішіне тығылып. Міне сол уақытта олар жаңағы темекіге соралмай қақалып шашалғанның өзі дейтін біртүрлі не болды екен деген ой келеді. Осы тұрасында аға бір сұрақ келеді маған. Мына жаңа темекі тарту, Әжібектің ана үйрететін оған жаңа әскерден соғыстан келген кім үйретеді ғой? Рысбектің. Енді жаңа кішкентай мектеп жасындағы балаларға темекі тарту үйретеді. Бұл енді кеңес кезінде жазылған шығарма болғандықтан ол кездің бір идеологиясына бәлкім бір сиятын шығар, бірақ қазіргі біздің томпақтау сияқты. Қалай ойлайсыз осы жас оқырмандарға қалай әсер етуі мүмкін? Өте дұрыс. Яғни жаңағы алып қараңыз жеркенді. Жаңағы біздер осы Әжібектің ана балаларға, қайратқа кейіпкері де соған қанатқа. Сол қанатқа жаңағы темекі үйреткені әрине ол кезде өзіңіз айтқан ешкім елемеген де шығар. Қазір кім жақсы көреді? Балаңызға сіздің біреу темекі тартып, тіпті қолың темекі ұстап тұрса шошып кетесің. Яғни қазіргі өлшемменен бұл өте болмайтын, денсаулыққа зиян екен. Ғылымда бізде айтып отырмыз. Ол осылай еткен, және ол кезде қайбір толып тұрған темекі дейсіз. Жаңағы әлгі тіпті ішінде жазады, әлгі қораға барып аттың қиыннан келіп темекі соратын дейді. Мен осының барлығы ол рас, шет жағасын көргенбіз өзімізде. Анау көзі жасаурайды, соны айтады. Соны мына авторда өзі сол істің теріс екенін залалын да әдемі келтіреді ғой, ауырып қалып бір аптадай үйінде жаңағыдай ағышып әйтеуір әрең дегенде есін жия тұрған. Сол енді бұл енді қаламгердің шеберлігі ғой. Әрине қаламгер. Енді шығарма атауы Жабайы алма. Бұрын айтыпты ғой анау Ғабит Мүсіреп. Шығарма аты Бесін, авторы Асқар Сүлейменов деген сияқты. Мына шығарма атауы Жабайы алма. Енді осы алманың жабайысы бола ма, үйретілгені бола ма деген сияқты оқырмандарда сұрақ туындауы мүмкін. Не үшін жабайы алма бұл жерде? Ой, айналайын. Бұның шығармаға, оқиғаға қандай қатысы бар? Өте дұрыс, орынды сұрақ қойдыңыз. Бұл енді жаңағы олай деп аталудың өзі жөні бар. Мынау, біздер енді аға буын білеміз, жабайы алмалар анау жаңағы таудың бөктерінде өседі. Дәл осылайда осы жабайы алманың атауы тау бөктерінде өскен жалғыз алма. Түсініңіз ба? Жабайы өскен. Және оның бір ерекшелігі киелі ағаш екен. Ақтық байлап кететіндігі. Өте дұрыс. Яғни былай өткен адамдар ақтық байлайды. Сонан жаңағы ауылдың балалары енді қызық қой, өзіңізде бала болып көрдің, Артур ұрлаған ештеңесі жоқ қой біреудің ауласын. Даладағы жаңағы мал қайтарымы кезінде зембіл алма келіп піскен уақытта сөйтіп жүреді екен. Сонан жаңағы жабайы алма бұл далада өсіп тұрады. Сол жабайы алманың түбінде бір ит мекен дейді. Көкінай дейтін. Ал оны ауылдың адамдар қарағаншық дейді екен. Неге деп ойлайсыз қарағаншық? Яғни ол жаңағы жылда күшіге келеді екен. Көрдіңіз ба? Жылда күшіге келеді. Ерекше сол жаңағы ана балаларға жақындатпайды. Бірақ осы жерде мынаны қараңызшы. Сыпатай мен Бөбетай дейтін ағайынды не ғой. Солар жаңағы алманы алған кезде ит кедергі келтірсе керек. Кедергі келтірсе керек, сол итке қорлық көрсетеді. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы жаңағы Бөбетайдың үйіне барып, үйіндегі шалап іркітін ішіп кетеді. Көкім өзіңізден кетпейсіз. Дұрыс, іркітін ішіп кетеді. Сосын соған ашуланады да, жаңағы барады да, ол үңгірде тұрады ғой. Сол үңгірдің аузын жауып тастайды. Анасы жоқта. Енді анасы жоқта нетіп сағасын ішіндегі күшіктері өліп қалмай ма? Сонан ертесіне келіп, ит аршып, ішіне кіргенмен өлі. Сонан иттің даналығы сол ғой. Жаңағы өзінің
сүйегінде өзінде көрмей кетіп қалады. Ал енді жаңағы Сыпатай теректен құлап өледі бір күні, Бүбітай жынданып кетеді. Мені көрдіңіз ба? Сол жаңағы теректі жанындағы жаңағы итті өлтірді. Сосын жаңағы қарсылық әрекет қой бәрі де. Солай болды. Жабай алма деген сол жаңағы кәдімгі біз жеп өскен жабай алма. Мына Бана сіз өзіңіз тілге тиек етіп отқан ит бар ғой. Шығарманың басы да солмен басталады, Көкінай деп. Дұрыс. Бірінші бөлімі, иә. Енді жалпы сол ит мысалға менің көзіме бір типтік бейне сияқты, образ сияқты болып елестейді. Анау басында итке көрсететін қорлығы, енді өзімен өзі жүрген ит қой, иттің аты ит қабатыны болады, шабатыны болады. Бірақ сол итті жаңағыдай Бүбітай кемпір енді қуып жібереді, банағыдай әрекет өзіңіз айтып отқандай. Содан ол жабай алма ағаштан сол түбінен ыңғазып сол жерге мекендейді ғой. Дұрыс. Енді сол бар ит маған көзіме бір біздің халқымыздың тарихының бір қатысты бір нәрсе болып елестейді. Себебі ол да қорлық көрді, бірақ бір ешкімге залалын тигізбей, өзіңіз айтқандай аулаққа кетіп қалды да. Ешкімге зиянын тигізген жоқ. Ол жаңағыдай күшігін көміп тастаған кезде де ол сол үйдің барып ырысын ішіп баласын талаған жоқ қой енді. Әрқайсысы өз ажалымен өлді. Бірақ сол жерде ит жазаланады бәрібір. Дұрыс. Ортасында шығарманың. Сол не үшін деп ойлайсыз? Бәлкім соңына дейін алып келуге болатын бе? Қанатпен бірге жасатып сол шығармамен. Дұрыс өте. Бұл жерде міне көрдің не жатыр? Бұл жерде жаңағы адами қарым-қатынас табиғатқа, да? Жануарға. Яғни біздер жаңағы ұрпаққа бұл адам менен табиғат егіздейміз. Яғни солар екеуі бір-бірімен селбесіп жүре берсе болар еді ғой. Жоқ, келді ит алғы бостан босқа келді зұлымдыққа тап болды. Кімнің Сайынның шығармасы бұл жаңағы әуелден табиғат пен адамның байланысы зұлымдық. Бұл жерде міне зұлымдық жатыр. Егер итке зұлымдық көрсетпесе, ол ит күшігін өргізіп жүре береді. Жоқ, сонан жаңағы итте иттен істейді ғой. Жаңағы айттық, ырысын ішіп кетпесе де біреудің барып несін нетті, ішіп кетті. Ол барып заланып аузын жапты, күшіктерін өлтірді. Ол келіп ұлиды. Түсіндің ба? Ұлыған уақытта ауылдың жаңа үлкендерінің сай сүйегін сырқыратады. Түсіндір ма? Ал енді иттің бұл жерде зәбір көргені, ол өзінің иттікке барғаны. Басқа ештеңе деп айта алмаймын. Зұлымдық тұрғысында мысал үшін, кім-кімде де сол итті таяқпен салып қалуы мүмкін. Немесе теуіп жіберуі мүмкін. Бірақ иттің ақылдылығы сол, ол аулаққа кетеді. Ол атып та тастауға болар еді. Бірақ олай етпеді. Иттің да бір жағының да ақылдылығы. Ана алмағашыменен ол селбесіп өсті ғой, иә? Алмағашымен селбесіп өсті. Яғни бір Құдайдың құдіреті ішіне жеткізді ме, сыр берді ме, ит жоғалып кетеді. Бірақ шығарманың соңында ит дейтін жаңағы ұрылар келіп ауылға ұрлық жасайды. Ұрлыққа түскен уақытта ит келеді ауылға. Аналармен бірге келеді. Соған қарағанда жаңағы елге ұры болып келген адам ана итті асырап, көрдің ба, қолға үйреткен болар деген ой. Сонан жаңағы өзінің ауылы екенін біледі, бұл да ит жаңағы нені көреді, ыңғайсызды. Кетіп қалады ғой, жоқ болып кетеді. Сонымен ит қыста өліп шығады. Соңында қасқыр талап. Далада жапанда кеткесін. Себебі біреудің бағымда болған сияқты, көрдің ба? Айтпесе ол жабай ит болса қасқырға да төтеп бере алар ма еді? Ол да енді әртүрлі ғой. Ол жерде шығарма авторы оқырманға ары қарай жалғастырып кет деген бір тәсілдер бар ғой, оқырман өзі жалғастырып кетер деген. Өзіңіз қазір пайымды айтып отырсыз ғой. Сондай бір стиль қолданған сияқты бұл. Бұл әдебиет теориясындағы бар дүние ғой негізінен. Шебер пайдаланған тек Сайын Мұратбеков. Енді жаңа айтып отырсыз шығармаңызда, шығармада бір
оқып отқан кезде бірге қуандым, ашуланған кездерім де болды дедіңіз ғой. Иә. Оның бәрі де енді адамға эмоциялық әсер тудыратын шығармада ең басты бұл кейіпкер ғой. Өзіңіздің есіңізде қалған, енді әрине бәріміз үшін жағымды кейіпкер Қанат қой енді. Қанаттың әжесі, Назира бәрі. Отты петтелер да? Иә, таза. Енді ішіңізде ең бір жағымсыз әсер еткен, жағымсыз кейіпкер бар ма? Ой, айналайын. Иә, біздер үлкен адамдармыз. Солай ғой, білесің ғой. Біз сіздерге ата болып келеміз. Әрбір адамның жақсы ісіне сүйсінеміз. Кім-кімде де солай ғой да? Жақсы ісіне, ой, айналайын дейміз. Айналайын деген сөздің ол өте бір құдірет сөз. Бір құрттай келеңсіздікті көріп қалса, жаңағы қиналасың. Кітапты біз не үшін оқыдық? Айтыңызшы. Яғни сол кітаптан бір ләззат алу да. Сол бір мінәндай болса да, құрттай болса да, кітаптың бір түйінін жаңағы санаға сіңіру болды. Өзіңіз айтқан жағымсыз Ырысбекті алып қараңызшы. Ырысбек не істемеді балаларға? Ырысбек не істемеді көкем? Ырысбек айтайын, жаңағы балаларды қыстың күні алады да, көтеріп алып, екі аяғынан көтеріп, қарға басымен тығып жіберетін көрінеді. Балалар тұрған бір-бірін көреді. Ол әрине баланың тіпті ол әке-шешесі көрмеген болар мүмкін. Әке-шешесі көрсе, бұл жаман эмоцияға ұрылады, жүрегіне әсер етеді. Міне осындай сәттері болды. Ал қарашы. Бірақ жағымсыз кейіпкерді бәрін бірдей жаман деуге болмайды, Иә, онда бір жаман болып кетуіне де бір себептер болады ғой. Ақылды болып кететін сәттер болады. Мысал үшін сол Ырысбекті алып қарайық. Ырысбек дейтін өзі жаңағы бір рет әскерге барып келген, енді кетпей тұрып, осы Назираға ғашық болады ғой, апасынан. Ал қараш, қалай оны ақылды демейсің, енді оны қалай қолға түсіру керек? Ол қолға түсіру үшін айлаға көшеді. Оның жаңағы ең біріншіде кімге айтады ғой? Қанатқа. Мақат апарып бер дейді. Қанат апармайды. Сол үшін зәбір көреді. Тағы да мені көрдің ба? Оны оқып отырып, ай, қайран балай дейсің. Апарып берсе не кетер дейді. Апарып берсе апасынан сөз естиді. Міне, осы жерде осындай бір жаңағы эмоцияға берілесің де, сонан ақылдылығын қар Әжібекке айтады. Әжібекке. Сосын екеу жаңағы енді Назираның апасы Назира ғой. Оның әкесі қайтыс болған адамдар. Әжесі бар. Бір үйі айранда үйі отырған. Сол жаңа еще тағы балалар бар ғой, білесің, кішкентай. Інісі, қарындасы бар. Қарындастар бар. Сосын жаңағы мынанда екеуі амал құрады. Жаңа Әжібек екеуі кімге айтады? Сенің енді атасы мен әжесі ғой, Назираның несі? Назираның әкесі мен анасы мен шешесі. Иә, әкесі мен шешесі. Ата әже дейікші да? Сол ата әжеңнің суреті бар ма дейді. Сосын бала оны не істейсің дегенде, керемет қылып сурет салам дейді. Сосын береді. Керемет қылып сурет салады ғой. Үлкейтіп, керемет қылып салады. Келгенде жаңағы кімнің үйдегі әжесі бар ғой. Ана кішкентай балаларға шейін рақаттанып қалады. Міне, яғни рақаттану деген сөз эмоция ма? Алдау дейтін өтірік. Қиянат. Бірақ мені осы жерде көрдің ба, ақтан қара бүйтіп жатты. Екі бірдей сезімді адам бойына салып отыр дейсіз. Дұрыс. Сонымен сіздің ішіндегі бір ең жағымсыз кейіпкеріңіз бұл жаңағыдай Ырысбек десек болады. Дұрыс, Ырысбек. Әжібек, оны да отық қойыңыз. Әжібектің де бір мен сол Әжібектің несіне аянышпен қараймын. Себебі үйінде жалғыз, оны бір тәрбиеге салатын ешкім болмады ғой. Бәлкім Ырысбектің қасына баруы да сол бәлкім әкесі соғысқа кетіп қалған. Жетім өскен бала. Жетім өскен. Әйтеуір бана Қанаттың болсын, қайсының болсын үйінде бағыт беріп отырар, тәктеп отырар, әйдеп отырар әжесі бар, бұл Әжібектің ешкімі жоқ. Сондықтан ол біреуден жылулық, біреуден бір ағалық сезінгісі келіп Ырысбектің қасына барды ғой. Содан бұл жаңағыдай теріс жолға түсті, өзінің бойындағаны гүлдеп тұрған дүниесі ғой енді. Соған Ырысбек су құйып, одан сайын
шығарып жіберді. Енді жағымды кейіпкеріңізші. Енді Қанат ол таки баршасы үшін басты кейіпкер. Оның ішінде 90-ға жуық кейіпкер бар ғой. Көп, ой айтсаң, оны тілің сындырады. Мысалы үшін, қараңдаршы, Қанат қазақ, оның ішінде неміс те бар. Отто. Орыс, Петке де бар, Бәкке де бар, шешенде. Көрдіңіз ба? Міне, сол, ал міне керемет кейіпкер. Сол Қанаттың қасында жүр. Және ана Қанаттың әжесі де балаға деген өте не болды ғой. Балаға деген сезім ерекше болды ғой. Сол ана Петке, кімдер? Оттолар, бұлар жаңағы осы Қанаттың қасынан шықпайды шөпірлеп. Неге шықпайды? Қанаттың үйінде бір қоңыр сиыр мен екі ешкісі бар. Жоқ уақыт қой. Көрдіңіз ба? Сонан жаңағы сол екеуі ана сиырға да жан ашиды. Қанаттан кем жан ашымайды. Қалқоз шөпті бермейді. Тіпті өзіңіз білесіз, анау далада өзінің Нәзира екеуі шөп шапқан уақыт, енді қазақша айтқанда далаға майалап үйіп қояды ғой. Қыстың уақыты баратын көлікте жоқ, сол ана не жоқ, жаяу әлгі қолменен шанамен нетеді ғой. Тасып келе жатқанда жаңағы бригадир Тұран сол өртеу жібереді. Енді не керек? Малға беру керек. Сол қалған шөпті шанамен тасиды ғой. Міне. Жағымды кейіпкер ме? Жағымды кейіпкер ғой. Көмек па? Достық. Осындай, осы екі жігітті айтуға болады. Енді айта берсе көп қой көкем. Мына Көбеген дейтін тағы бір жағымды кейіпкер бар. Бұл Көбеген дейтін соғыстан келіп, аяқ жоқ. Түсініңіз ба? Баратын жері жоқ. Бірақ білімді өте. Сондай білімді, аяғы жоқ. Сонан келетті келген уақытта, оны да енді соғысқа ол жүріп келген сияқты. Айталық, 4-5 жыл жүріп келді ме? Келгенде жан баласы танымайды. Жаңағы әлгі мақым шалған ата пошт таситын. Сол шалын етеді. Сонда көріп қалып біреу сұрайды ғой. Сен қайда барасың дейді. Сен енді қайда барасың дейді. Сонда айтады, бүйтіп көрсетеді, моланы көрсетеді. Себебі оның әке шешесі өліп қалған адамдар. Ешкімі жоқ. Сол жаңағы тұр, мақым шалдың үйінде тәрбиеленіп өсіп, бұл да керемет жағымды кейіпкер. Қалай жыламайсың? Ауылды аңсап келген уақытта не әке жоқ, не бауыр жоқ. Сосын айтқан ана молаға барам дейді. Мына жерге керім әсер етеді маған. Міне эмоция. Бұл енді шығарманың, жаңа өзіңіз айтқандай, өне бойы толған адамға сезім, эмоция сыйлайтын шығарма ғой. Жақсылы болсын, ашуланып та, мен ана кейбірді оқып отқан кезінде ашуланып кетіп, оқымай қойған кездерінде болды, бірақ бәрі қайтып айналып кетіп қарайды. Тартып тұр ғой. Айналайын, тартып тұр. Шығармадағы бұл енді жаңа жазушының Сайын Мұратбековтың бұл өте бір шеберлігі ғой енді. Бұл енді повесть деп айтылады, мен өзім сол повесть дегеніне көнбеймін. Негізінен бір көлемі романның тұрқы, пошымы, айтар ойы да романның бір жүк болатындай, енді шыны керек. Енді аға, бізде таңды таңға ұрып айтатындай жағдайымыз бар екен, бірақ алайда уақыт деген дүние бар. Қолды тұсайтын үнемі. Уақытты үнемді өз уақытына пайдаланбаса, ол да берекесіз болып кететіні бар, өзіңіз білесіз. Енді осы уақытқа сыйып, осы шығарманы бастан аяқ дәмін, сөлін сығып, оқырманға тұшымды ой айтқаныңыз үшін шын жүректен алғысымызды айтамыз. Бұл енді біздің алдағы уақытта өзіңізбен жиі осылай кітап талқылап, өзіңізбен жиі тілдесіп тұруға үміттіміз. Аға, алдағы уақытта осындай талқылауларымыз жалғасын табады деген, өзіңізбен талқылауларымыз жалғасын табады деген сенімдемін. Енді оқырманға айтар бір тілегіңіз болса, ойыңыз болса. Енді жаңа сіз айттыңыз, роман болса, мен де солай болса екен дедім. Біріншіден, бұл жаңағы Сайын Мұратбеков қазақтың қара сөзінің жүрегін шаққан, майын тамызып айтып тұр. Роман болса, роман болатын дүние. Бірақ мемлекеттік сыйға алған. Енді оқырманға не дейін? Оқырман, мынау тарылып бара жатқан дүниеде ой сананың кең болған жақсы, дұрыс па? Ойың тиянақты, сөзің жүйелі, айтам десең, кітап оқу керек. Жаңа бір сөзінде қазақтың қара сөзінің жүрегін шаққан дейді. Ойлауы мүмкін, біреу кішкене мәністі білмейді.
желеген шаққан желікті біз май алу үшін жағамыз ғой. Мені көрдіңіз бе? Солай болу үшін кітап оқу керек. Кітап бұл жаңағы рухани адамның әлемін жаңғыртады. Бұл сөйлемейді, тікелей жүйкеге әсер етеді. Сондықтан кітаппен дос болайық. Рахмат бүгінгі шараға келіп. Ардақты оқырман, осымен бүгінгі оқырман кітап туралы жобасының Сайын Мұратбековтың Жабай алма шығармасына арналған кезекті шығарылма аяқталды. Алдағы уақытта жарқын күндерде жүздескенше сау болыңыздар. Рахмат.